Сәлем достар, сіздермен Азиза. Бүгін жеміс жидек қосылған шай дайындаймыз. Ол үшін бізге бір қасық көк шай, бір қасық қара шай қажет болады. Лимон саламыз, және де бізде кез келген қатырылған жидектер болса жарайды. Менде малина, қазақшасы таңқурай және де мята бар екен. Соның барлығын салып алып, үстіне қайнап тұрған суды құямыз. Міне иісі деген күшті болып бұрқырап шығып тұр. Құйып болған соң 5 минутқа қалдырамыз. Міне шайымыз дайын, ал бірге көрейік. Түсі осындай болып шықты. Өте күшті иісі деген бұрқырап шығып тұр. Ас болсын.